Жамбыл облысында жыл басынан бері өрт салдарынан 4 адам қаза тапты. Оған аптап ыстық пен құрғақшылық себеп дейді төтеншеліктер. Мұндай кезеңде өрттің алдын алу басты міндетке айналады. Өңірде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сюжетке зер салайық. Жаз мезгілінде ауа температурасының жоғарылауы, құрғақ шөптің көбеюі және тұрғындардың қауіпсіздік талаптарын елемеуі өрт қаупін арттырады. Сондықтан құтқарушылар профилактикалық жұмыстарын күшейтіп, тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде. Әсіресе жеке тұрғын үйлерді аралау, электр желілерінің жағдайын тексеру, ашық отты пайдаланудағы сақтық шараларын түсіндіру жұмыстарына басымдық беріліп отыр. Соған қарамастан жыл басынан бері Жамбыл облысында 356 өрт тіркелген. Десе де бұл өткен жылмен салыстырғанда төмен көрсеткіш. Бізде жыл басында жоспар құрылады. Жаңа профилактикалық жұмыстарды, өрттерді алдын алу бойынша адамдарда қаза болмау мақсатында жаңағы жоспар құрылатын болады. Сол жоспарға сәйкес жұмыс атқарамыз. Ол кезде тұрғын секторларда үйлер араланады, рейдтік жұмыстар жүргізіледі, тұрғындарға әлеуметтік желілерге жарияланады. Дәл менің артымда осындай техникалар арқылы өртті сөндіруге жұмылдырылады. Жамбыл облысында жыл басынан бері 300-ден астам өрт оқиғасы тіркелген. Сондықтан төтенше жағдай департаменті кез келген уақытта осы техникалар арқылы жедел әрекет етеді. Өрт сөндіру қызметінің жұмысында арнайы техниканың маңызы ерекше. Төтенше жағдайлар бөлімшелері КАМАЗ және Урал базасындағы өрт сөндіру көліктерімен қамтамасыз етілген. Бұл техника шалғай елді мекендерге жедел жетіп, өртпен күресуге мүмкіндік береді. Көліктер су сорғыларымен, байланыс құралдарымен және авариялық құтқару жабдықтарымен жабдықталған. Алайда өрттің алдын алу тек құтқарушылардың емес, әр тұрғынның ортақ жауапкершілігі. Мамандар электр желілерін шамадан тыс жүктемеуге, ақауы бар құрылғыларды пайдаланбауға және төтенше жағдайда бірден 101 немесе 112 номеріне хабарласуға кеңес береді. Назир Кебергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.